Мен Сағи Ақбел, Мас Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының 9 сынып оқушысымын. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұнайтуға тілі жоқ дегендей, бұлақтың сылдыры мен таудың жаңғырығын, қамыстың сыбдыры мен қайығының күбірін естіген жан еріксіз тебіренеді. Асқар тауға шығып та, сары жазыққа көз жүгіртіп те тыныштық табасыз. Табиғатты аялаған сайын адамның да жаны аяулы болады. Жаны таза, ниеті кіршіксіз жаратылысқа айналады. Демек, жанға шипа, көңілге медеу табар ортамызды неге сақтауға, аялауға тырыспасқа. Өзім қалада тұрғанымен ауылды, үй жануарларын өте жақсы көремін. Менің Арлан деген күшігім бар. Ол сөйлей алмаса да, менің барлық ойымды түсінеді. Мені қуантуға, күлдіруге тырысады. Сондықтан да адам мен жануар арасындағы достық ең алтын достық дер едім. Ауыл ұлттық құндылықтарымыздың алтын бесігі, береке мен байлығымыздың бастауы екені даусыз. Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде менің атамның нәдір шаруа қожалығы бар. Шаруашылықта мыңнан аса жылқы, ірі қара, түйе, бөдене өсіріледі. Қазақ үшін жылқы тектіліктің бірден-бір нышаны саналады. Сондықтан да атам сүйікті жылқыларын Ақбақай, алтын жал, жабайы, ақ құйрық, құнан, қызыл жал, қара жал деп атайды. Қазіргі таңда бөдене жұмыртқаларына сұраныс жоғары, себебі биологиялық құндылығы жөнінен тауықтың жұмыртқасына қарағанда сапасы жоғары болып келеді. Қожалық аумағындағы бұлақ су мол болып бөгетті толтырды. Биылғы жыл бөгетке аққулардың қонуымен ерекшеленді. Бұны атам жақсылықтың нышаны деп қабылдады. Жазда атама барғанда ауырып жатқан енесін тұрғыза алмаған құлынның әрекеті маған үлкен ой салды. Құлынның шарасыз күйін көріп, әлемде барлық балалардың анасы ауырмасыншы деп тіледі. Табиғат жаны нәзік жаратқаннан, жауапсыздық келтіреді оған нұқсан. Адамдар немқұрайлық танытпаса, байлығын төгіп берер асып тасқан.